Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Алтай Сейдірұлы Көлгіновке арналады. Тақырыбымыз дипломмен ауылға бағдарламасын қайта қарау. Өздеріңізге белгілі, Қазақстанда 2009 жылдан бастап қабылданған дипломмен ауылға жобасы бүгінгі күнге дейін жұмыс атқарады. Жоба шеңберінде келген маманға 100 айлық есептік көрсеткіште 345 мың теңге бір жолға көтерме жәрдемақы беріледі. Ал тұрғын үй сатып алу үшін 0,1%-бен 15 жылға дейінгі 15.500 айлық есептік көрсеткіште 5 миллион 200 мың теңге кредит түрінде әлеуметтік қолдау шаралары көзделген. Алайда бұл бағдарламаның жүзеге асып жатқанына 14 жыл болды. Мамандарға мұқтаж өңірлер көп емес азайған жоқ. Өз міндеттемесін орындап 3 жылда ауылда жұмыс істеген мамандар тиісті мерзімді аяқталған соң жүгін буып дейіп қайтадан қалаға көшіп кетіп жатыр. Жылдар бойы бюджеттен қаржы құйылып келген бағдарлама неге міндетін мінсіз орындай алмай жатыр? Көшкен жас мамандардың бағдарламадан айнып қалаға қайтып кетудің салмақты себебі тұрғын үйді сатып алу қиындықтарымен орталықтандырылған су, газ, жылудың жабдықталуының жоқтығы. Нәтижесінде көптеген ауыл әлі күнге дейін тәжірибелі мұғалімсіз, білікті дәрігерсіз отыр. Мемлекеттен бөлінетін бір реттік 345 мың теңге неге жетеді? Қазіргі азық-түлік ауылдағы, қаладағы құнымен бірдей. Үйге деп бөлініп берген 5 миллион теңге үй сатып ала аласыз ба? Немесе жобамен барған маман сол ауылда квартирант болу керек пе? Осы орайда Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы ауылдық жерлерге барған мамандарға жағдай жасау мақсатында төмендегі ұсыныстарды ұсынады. Бірінші, мамандарға берілетін бір реттік көтерме жәрдемақыны әр отбасы мүшесіне, яғни адам басына 1,5 айлық есептік көрсеткіште 520 мың теңгеге дейін арттыру. Екінші, ауылдар түгелі кейбір аудандардың өзінде дипломмен ауылға бағдарламасының критерийлеріне сәйкес келетін тұрғын үйлер жоқ. 70-80 жылдар салынған үйлер құлайын деп жатыр және тұруға қолайсыз. Сондықтан жас мамандарға 5 миллион теңге кредит бергенше жаңа үйлер салып беру, немесе тұрғын үй сатып алуға және салуға берілетін несие мөлшерін 3000 айлық есептік көрсеткіште 10 миллион теңгеге дейін ұлғайту, яғни ауылдың елді мекендердің географиялық орналасқан жеріне байланысты. Үшінші, бағдарлама аясында ауылдық жерлерге баратын мамандардың 70% жас отбасылар болғандықтан міндетті еңбек өтілімін 3 жылдан 5 жыл немесе 7 жыл аралығында дейін ұзарту. Төртінші, бағдарламаның ауқымын кеңейтіп, оған ауылдық аудандардың орталықтары болып табылатын моноқалалар мен шағын қалаларды енгізу ұсынысқа. Құрметпен Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының фракция мүшелері атынан рахмет.